Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айнұр сіздерге қарбыздан тосап жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қарбыз керек болады. Қарбыздың қалып қалғандары жетеді. Ортасындағылары маңызды емес. Яғни біз қонақ келгенде бетін алып тәрелкелерге салып қоя саламыз ғой. Содан қалып қалғаны баринемізге жеткілікті. Сіздер де тастамай менімен бірге жасаңыздар. Видеода көрсетілгенде төртбұрыштап, кубиктап турап аламыз. Барлығын тураймыз. Өте ерекше дәм болып шығады. Балаларыңыз сүйсініп жейтін барине болып шығады. Бариненің ерекше дәмі өте керемет болып шығады. Кәдімгі мармелад болады ғой, сол мармеладтың өзінен аумайды кәдімгідей. Енді сіздер де жасап, осылайша комментария жазып, пікір қалдырсаңыз болады. Осылай турап алып болған соң, оның үстіне секеріміз саламыз. Секерді дәміне қарай салсаңыз болады. Мен 2 кесе секер салдым. Сол жеткілікті. Қарбыздың өзі тәтті болады ғой. Сол үшін мен секерді аз салдым. Салып болған соң оны газымызға қайнатып аламыз. Секерімізді салып болғаннан кейін оны жарты сағат немесе 40 минут қайнатып аламыз. Яғни ол суымызы кетуі керек. Суымыз барлығы біткенше қайнатамыз. Қарбызымыздың суы кеткенше қайнатып аламыз. Біздің қарбыздан жасалған тосабымыз дайын болды. Банкамызды осылайша парлап аламыз. Яғни газымызға суымызды құйып, банкамызды қойып, 15 минутқа парға қойып аламыз. Содан соң баринемізді салып, аузын жабамыз. Міне қыздар, банкамыз жауып болдық. Енді баринеміздің түрін көрсеңіз, енді кәдімгідей өздеріңіздің де жегіңіз келіп келеді. Кәдімгі ерекше қарбыздан қалай барине шығады деп ойланбастан жасасаңыз болады. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнұр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.